Қалайсыздар достар? Бүгін мен сіздерге өзімнің кеше ашқан екі позициямды көрсетейін деп тұрмын. Біреуі британский фунт, екіншісі герцогтан ашылған сделка. Қалай кіргенімді түсіндіріп беретін болам. Бастан аяқ жалпы толықтай тыңдап шықсаңыздар, негізі пайдасын аласыздар деген ойдамын. Енді мен жалпы бүкіл анализді неделькамен бастаймын. Неделькамен қарайтын болсақ, британский фунтта шешілген дневной фрактал болды. Дневной фракталды шешкен, недельный фрактал болды. Недельный фракталды шешкендіктен бұл жақта мен шорт позициясын негізі ойлаған болатым. Бірақ шорт позициясын күту үшін былайша айтқанда 4 сағаттықпен қарағанда 4 сағаттықтан бізге подтверждение беріп, бір белгілі бір неге жету керек болатын, зонаға, пой зонамызға жету керек болатын. Бірақ біздің пой зонамыз нақты болмаған соң мен шортқа емес лонгқа іздедім. Лонгқа іздеген тағы бір несі бар, жаңағы логикасы бар, оны қазір түсіндіріп беретін болам. Енді неделькамен қарайтын болсақ, бізде не сбалансированный ценовой диапазон бар. Жалпы баға осы жерден кішігірім көтеріліп, ары қарай былай түсет деген менде ожидание болды кеше. Енді бүгін қазір тағы да қараймыз. Жалпы қазір уже баға түсіп келе жатыр негізі. Енді неделькамен ценовой диапазон бар, шешілген фрактал бар. Бірақ бізде мына жақта получается еще дневкамен қарайтын болсақ, бізде дневкада ценовой дисбаланс, имбаланс бар, ФВГ. Енді осы ФВГ бізде күндік ФВГ болғандықтан бұған біз тоже қараймыз, мән береміз. Күндік ФВГ бойынша бізде баға бір рет келген, толыққанды жауып үлгермеген, тек фитилімен ғана толтыра алған, денесі ішінде қалып қалған, сонымен реакция беріп, бізде пробитие болған. Яғни мына жерде соңғы қайды пробитие жасап, бізде бұл дневной СНР зонасын қалыптастырған. Бұл бізде дневной СНР болғандықтан бұл бірінші подтверждение болды, что лонгқа қараған дұрыс деген. Екінші подтверждение бізде баға жалпы кеше үлкен гэппен ашылды. Үлкен гэп дегеніміз, яғни баға мына свеча негізі MetaTrader'де жоқ. Баға ашылған кезде, кеше дүйсенбі күні баға ашылған кезде осы бағамен ашылды. Яғни мына свечамен ашылды. Төменнен былай ашылды. Ал мына жер пустота болды. Ал по правилам гэп ашылған кезде гэпті толтырмайынша баға өзінің бағытын дұрыс жасамайды. Мен сол гэпті толтырады деген идеям болды. Сол үшін мен лонгқа кірген болатынмын. Енді 4 сағаттыққа өтетін болсақ, бізде 4 сағаттықта тағы да имбаланс бар. Бізде бұл имбаланс 4 сағаттық имбаланс болғандықтан негізі 1 сағаттық свечамен подтверждение күту керек. И 1 сағаттық свечамен маған осы жерде имбаланс болып подтверждение берді. Мен осы жерден имбаланстан кірдім. Примерно бағаны мен осы жерге қойдым, лимитканы. Тейкті пополнениеға қойдым. Яғни баға осы жерге дейін келіп, ретест жасап, имбалансты ретест жасап, сосын мына гэпті толтырады деген идея болды. И көріп тұрғандарыңыздай, шүкір, біздің сделкамыз өзін бағытын, позициясын орындап берді. Бұл жерде қосымша күш болған нәрсе, бұл тек қана жаңа айтқанымдай 4 сағаттық ФВГ емес, немесе 1 сағаттық ФВГ емес. Негізгі логика дневной СНРдан басталды. Лонгқа деген ожидание дневной СНРдан басталды. Енді бұл менде жалпы британский фунттан ашылған сделкам еді. Ал енді герцогтан қарайтын болсақ, герцогта менде апталық графикті, бірінші апталық графиктен бастаймыз. Апталық графикте бізде ценовой диапазон бар. Ценовой диапазонды сбалансировать етпеген, яғни баға осынан 0.5 зонаға дейін келіп, сосын кейін барып кету керек ценовой диапазон болған кезде. Енді бізде ценовой диапазон бар. Ценовой диапазоннан бөлек қосымша недельный фракталдың шешуі бар. Яғни недельный ликвидностьті шешкен. Недельный ликвидность шешті деген сөз, уже бағыт, скорее всего, шорт болады деген сөз. Енді дневкамен қарайтын болсақ, дневкада тура жаңағыдай дневной СНР зона болды. Бұл дневной СНР қайдан пайда болды десеңіздер, дневной фракталды шешкен, соны пробитие жасаған, закреп болған, и сол бізде дневной СНР болған. Негізі бұл дневной СНР уже бір рет тест жасалынған. Міне жерде глубокий вход болып, ары қарай дневной фракталды шешіп болған негізі.
Сондықтан бұл сделкаға кіретін кезде абайлап кіру керек болды. Әрі қарай 4 сағаттыққа ауыстым. 4 сағаттықта бізде шешілген тоже фрактал бар, яғни шешілген ликвидность бар. Одан бөлек 1 сағаттықпен қарайтын болсақ, бізде сол 4 сағаттық фрактал 1 сағаттық фракталды да шешкен болып саналып тұр. Демек, мен позицияны 15 минуттықпен іздедім. Негізі торговая система бойынша, ережем бойынша мен 4 сағаттық пойзона болатын болса, мен 1 сағаттықтан подтверждение күтуім керек болды. Ал енді 1 сағаттықпен мына жақтан мен подтверждение күту үшін ұзақ болып кеткендіктен, яғни ұзақ болғандықтан мен 1 сағаттықпен емес 15 минуттықпен кірем деп шештім. Енді 15 минуттықпен қарайтын болсақ, бізде имбаланс бар. Сол имбаланс берді. Сол имбаланстан мен примерно вот осылай сделка аштым, 1-ге 2 РР қылып. Примерно осылай аштым. И бұл сделкамыз тура осы имбаланстан реакция алып, әрі қарай өзінің тейкін орындап берді. Осы жерде тағы бір маңызды мәселе, мен бұл сделканы ашқан кезде бірден проблемный зоналарды белгілеп кеттім. Проблемный зона бізде 15 минуттықпен бар. 15 минуттықпен мына жерде бір фрактал бар. Осы бағаға жеткен кезде, рынок осы бағаға жеткен кезде мен сделкамды бірден без убытокқа қойып қойдым, и осымен ары қарай тек қана тейкті дальше күттім. 0-мен жабылса да мен ештеңе терет етпейтінім, себебі менде уже бір позициям бар. Негізі менің бір күндік жоспарым бойынша күніне бір сделка ғана ашам, ары қарай екінші сделка ашпаймын. Неге енді герсоргты аштым? Себебі мен мына жақтан кірген кезде баға уже ретест беріп, ары қарай подтверждение беріп бастаған кезде мен бұл сделканы тоже без убытокқа қойып, ары қарай уже басқа валютный параларды қарап отырған болатым. Сол кезде мен герсоргты көріп, герсоргтан осылай кіріп кеткен болатымын. Жалпы осындай видеолар ұнаса, разборлар ұнаса, лайк басып отырыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, және телеграм-каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Себебі телеграм-каналда мен тағы да күнделікті осылай қосымша ақпараттармен бөлісіп отыратын болам. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.